Мен Алматы облысында 1940 жылы ауқатты отбасында дүниеге келдім. Арғы аталарымыз діни сауатты, сол өңірге әйгілі үлкен молда болған. Көздері ашық, жазу-сызудан хабары бар кісілер болған екен. Әкем де сондай еді. Осы себепті біз де жастайымыздан хат танытып, ілім-білім алуға, көзіміздің ашық болуына барын салып, тәлім-тәрбие берді. Отбасымызда әжем, ата-анам, 2 ағам, мен және 2 ініммен 8 жан едік. Әкем соғыс ардагері. Немістермен соғыста сол аяғына снаряд жарықшығы тиіп, госпитальда біраз жатып, ағашқа сүйеніп, аяғын сылтып басып, елге оралған екен. Ол кезде мен шамамен 4 жастағы, енді ғана ес біліп келе жатқан бала едім. Келген соң мал қарап, соны көбейтіп, ағаларымен мал шаруашылығында еді. Әжем мен анам бие сиыры сауып, үйден ағарған мен ет үзілмейтін тоқшылықта өстік. Мен жастайымнан білім құмар болып, ержеткен сонда жоғары білім алып, мамандық иесі болдым. Өз ана тіліммен орыс тілінде еркін сөйлейтінмін. Бойым ұзын, шашым мен қасым қою, етім тірі, сөзшен келісті жігіт едім. Сымбатыма қарай жігіттің төресі болып, жас уағымда талай қыз қырқын жүрегін жаулап, серлік құрып жүрдім. Кейін әкемнің арқасында ауылдағы совхоздың бас есепшісі болып қызметке тағайындалып, жақсы жұмыс істеп жүрдім. Жасым 27-ге келгенше қыз таңдап үйленуге асықпай жүріп қалдым. Екінші ағам үйлі баранды болып, өз алдына отау тігіп бөлек шыққаннан кейін әке-шешем: «Қашанғы осылай жүре бермексің? Саған кез келген қыз қуана тұрмысқа шығар еді. Бұл маңайда өзің секілді білімді, қызметі бар, жағдайы жақсы жігіттер кемде-кем. Бір шүйке басты тауып ал да үйлен. Болмаса кейінгі інілерін сенен бұрын үйленіп алады», деп қолқалай бастады. Ал мен сол баяғы қиялымдағы ұзын бойлы, қыпша белді, қасы қиылған бота көзді, ерні шиедей, аузы оймақтай, қолаң шашты аруды кезіктіріп қаламын ба деп жүре бердім. Осылай жүргенімде бір күні әкем: «Тәкіш, кезекті демалысында оңтүстікке тұратын бір досыма қонаққа барамыз. Жол ұзақ, онда бірнеше күн боламыз. Сондағы дос-жаранды аралап қайтамын. Сен менімен бірге барасың. Ел көріп қыдырып демалып келесің. Ақырындап жолға жинала бер», деді. Біз үшін әкемнің айтқаны заң. Мінезі қатқыл, көп сөйлей бермейтін, бірдеңе айтса да нық шешіммен айта салатын. Содан ол кісінің бұйрығын амал жоқ орындайсың. Ана мен әжем де әкемнің қас-қабағына қарайтын. Анам әкемнің жанарынан барын ұғып, оған мүлде қарсы келіп, бір ауыз сөз айтпайтын. Содан кезекті демалысымды алып, әкем екеуміз оңтүстікке қарай, қазіргі Түркістан облысы Шымқаланың маңындағы әкемнің соғыста бірге болған досының ауылына қарай сапар шектік. Бір күн жүріп, әкемнің досының ауылына да жеттік. Бұл жаз мезгілі болатын. Таң атпастан күн деген шыжып қайнап тұр. Сабырхан әкейді ол аумақтағылардың барлығы таниды екен. Сұрастырып бір үлкен дарбазаның алдына келік. Қақпаны бір бойжеткен ашты. Әлгі қызға қарап аузым ашылып тұрып қалдым. Тура менің қиялымдағы, арманымдағы ару еді. Реңі келіскен, ақ құба жүзді, ұзын бойлы, қыпша белді, қос анары діркілдеп көзге ұрып тұр. Қиғаш қас, шие ерін оймақ ауыз, қолаң шаш бөксесіне дейін түседі. Көзім рентген құрылғысы секілді қас қағым сәтте әлгі бойжеткеннің барлық төр тұлғасын сұқтана қарап өттім. Күмілжіген ботадай көздері бар болмысы жүрегімді дір еткізді. «Сәлематсыздар ма, қош келдіңіздер», деп біздің кім екенімізді де сұрамастан үлкен үйге қарай бастап жүре берді. Дауыс қандай шіркін, жібектей-ау. Мен қыздың соңына қарай, одан көз алмай әкеме ілесіп, аяғым шалынысып, құлай жаздап жүре бердім.
Әлгі сұлу маған қарап, мені мына түріме жымыңдап күліп қояды. Мен сонда да қысылмаймын. Оған қарап бір көзімді қысып қойдым. Алғаш әкем оңтүстікке барамыз дегенде іштей келгім келмей, амал жоқ әкеме қарсы келе алмай бірге жүріп едім. Енді мына аруды кезіктіргелі мені Құдайдың өзі алып келді-ау дедім іштей. Есік ашыла бере ар жақтан «Сәбиш, ол кім екен?» деп бір әйел кісі шықты. Сөйтіп еді әкем «Амансыңдар ма айналайын? Сабырхан қайда? Досымды іздеп келіп едім ғой» деп еді ішкі бөлмеден. «Оу, досым-ау, сен бе едің?» деп еңгезердей бір қара кісі атып шыға келді. Сөйтіп әкемді бас салып құшақтап, «Сені де көретін күн бар екен ғой, хабарсыз кетіп едің. Не өлі, не тірі екенді біле алмай қалдым ғой» деп көзіне жас алып, әкем екеуі сағынысып көрісті. Кіреберіс бөлмеде әйел кісілер бала-шаға қаптап кетті. Барлығы бізбен сәлемдесіп, қолымыздағы сөмкелерімізді алып, бірі құман, тегеш әкеліп қолымызға су құйып, төргі қонақ бөлмеге әп-сәтте көрпеше салып, дастархан жайып, абыр-сабыр болып кетті. Әкем мен Сабырхан әкей бір-бірін қайта-қайта құшақтап, арқаларын қағып, шүйіркелесіп кетті. Сабырхан әкейіміз осы арада бір жігіттерге «Семіз қойдың бірін сойындар, қазан асындар, Алатаудың бөктерінен алыстан досым іздеп келіпті» деп бұйрықты беріп қойды. Әлгі жігіттер «Жақсы көке» деп жылдам басып шығып кетті. Терезеден сыртқа қарасам, аула ішінде 2-3 әйел бойжеткен қыздар арасында сыңғырлап күліп бізді қарсы алған әлгі сұлу да жүр. Ішімнен «Бұл үйде қанша адам тұрады екен?» деп қоямын. Әлде туыстарым екен? Әлгі бойжеткен кім болды екен? Жұмбақ бойжеткен осы үйдің қызы ма екен? деп бар ойым әлгі қызда еді. Әне міне дегенше әкейдің осы жердегі біраз туыстары мен құрдастары, бір-екі көршілері жиналып, дастархан басына адам қарасы көбейіп кетті. Барлығы әкемен амандасып, қал-жағдай сұрасып жатыр. Сабырхан әкей, әкем жайлы екеуінің соғыстағы ерліктері жайлы аңыз әңгімелерінің арқасында әкемді сырттай мұндағылардың барлығы біледі екен. Молдаш досы келді дегенді естіп, әкемді көріп амандаса кетейік деп келген екен. Сөйтіп бір-екі сағатта алдымызға ыстық бауырсақ пен қуырдақ та келді. Осы жерде әкем біраз сөйлеп, мені барлығына таныстыра өтті. Сонымен қатар досымды көріп, қазақтың салт-дәстүрін берік ұстанған өңірден ұлыма қалыңдық іздей келдім дегенде әкеме таңданысты жүзбен жалт қараппын. Ал Сабырхан әкей болса, «Өй, Молдаш екеуміз соғыстан аман-есен елге оралсақ, достығымызды берік ету үшін құда боламыз демеп едік? Тура уағында келдің, бой жетіп отырған қыздарың баршылық, арты тойға ұласын» деп әкемді қолпаштай кетті. Менің ойым сан-саққа кетті. Әкемнің іштей маған қатысты өз жоспары болған екен ғой, мені босқа ертіп келмеген екен ғой. Дегенмен әлгі сұлуды жар етіп берсе, қарсы болмас едім деп іштей көңілім бір толқып, терезеден аулаға қарап, қиялымдағы аруымды, болашақ жарымды іздеп қарағыштай бердім. Жұмбақ қыз не болса да осы үйдің қызы болар деп көкейімде. Жұмбақ қыз осы үйдің қызы болар деген сезім кернеп, үміт сәулесі жарқ ете қалды. Түскі ас ішіп болған соң келген адамдар тарқасып, адам аяғы да басылып қалды. Сабырхан әкей мен барлығымыз аяқ жазып Тоқбасарға сыртқа шықтық. Әкейдің ауласы кең екен. Бір аулада осы үлкен үйдің арғы жағында және 3 үй орналасқан екен. Бау-бақшасы жайқалып тұр. Үйдің жанында бөлек қоршалған ұзынан ұзақ мол мал қора салыныпты. Ол жаққа кіретін дарбазасы да бөлек екен. Есік алдында жүзім жемісі қайырыла өсіп тұр. Астында биік тапшаны бар. Жанынан арықтың суы
сылдырлап ағып жатыр. Әкей осының барлығын аралатып таныстырып болған соң тапшанға көрпеше салғызып жүзімнің көлеңкесінде жантайып жатып әкем екеуі әңгімелесе кетті. Мен мына ыстықтан терлеп тепшіп мазасызданып отыр едім. Әкей маған қарап: «Тәкіш балам, жуынғың келсе бақша жақта душ бар», деді. «Сәбира!» деп айқайлап әлгі жұмбақ қызды шақыра бастады. Көп күттірмей сұлу қыз да жүгіріп басып дереу жанымызға келіп: «Ау әке!» дегенде іштей қыз екен ғой деп жаным жайланып қалғандай болды. Сәбираның екі беті алаулап, көзін қырымен жымиып маған қарап қояды. Оны көрген сайын жүрегім дүрсілдеп, кеудеме сыймай кететіндей. «Сабырхан әкей, мына тәкішке орамал беріп, душты көрсетіп жіберші», дегенде өз сөмкемде қажетті заттарының барлығы бар. «Өзім барып алайын», деп орнымнан тұрдым. Сәбира үйге қарай жол бастап: «Сөмкеңіз қонақ бөлмеде, жүріңіз», деп алдыма түсті. Мен артынан ілесіп келе жатып, оның бөксесіне түсіп бұрандап бара жатқан бұрымына көзім түсті. Ыстық самалмен одан аңқыған жұпар иісін құшарлана иіскеп келемін. Қаншама қыз қырқынды көрсем де, мына Сәбирашқа ерекше көңілім ауып, ғашық болдым десем де болады. Сөйтіп қонақ бөлмеге кіріп, сөмкемнен жуынатын заттарымды алып, сыртқа шыққан соң Сәбираш үйдің арт жағында бақша маңында тұрған душты көрсетіп: «Бөшке толып тұр, байқаңыз, су ыстық болып күйіп қалмаңыз», деп тырқылдап күлді. Сыңғырлаған күлкісі құтты қыдығымды келтіріп жібергендей. Мен: «Суын қалай ағызамын, көрсетіп жіберсеңші», деп екеуміз де душқа кірдік. Ол қолын созып жоғарыдағы бөшкенің су ағызатын жерін ашып жатыр еді. Мен белінен қапсыра құшақтап алдым. Қосанары кеудемді керіп, өзіне ынтықтырып барады. Екеуміз екі жарты бір бүтіндей болып, жүрегіміз дүрсілін естіп тұрғандай едік. «Сондай сұлусың, Сәбираш, бір көргеннен жүрегімді жаулап алдың», деп едім. Ол: «Ой, не істеп жатырсыз, қойыңызшы», деп екі беті алаулап жымия қолымды белінен қағып жіберді де жүгіре басып кетіп қалды. Мен бұл қыздың жанында өзімнің іс-әрекетіме есеп беруден қалып бара жатыр едім. Осы ару мені жарым болады деп, оның қыпша белі мен аңқыған жұпар иісіне масайып қала бердім. Сөйтіп, аздан соң есімді жиып, жуынып, шайынып, біраз сергіп, әкемдердің жанына келсем, екеуі терлеп тепшіп, көк шай ішіп, шүйіркелесіп, әңгімелесіп отыр екен. Түс ауа бастаған уақыт еді. «Сабырхан әкей, кешке бүкіл отбасым жиналады, сол кезде барлығымен таныстырамын», деп айтып жатты. Мен суға түсіп алған соң бойым жеңілденіп, маужырап жатып, көзім ілініп кетіпті. Бір кезде жылқының кісінеген, сиыр қойды маңырап, мөңіреген дауыстарынан оянып кеттім. Қарасам, кеш болып қалыпты. Мал өрістен қайтып жатыр екен. Жанымда әкемдер әлі әңгімелесіп отыр екен. Аулада ошақ жақтан еттің иісі бұрқырап шығып жатыр. Ол жақтағы әйелдердің арасынан сұлу қыз көрінбейді. Менің түстегі ісімнен кейін ұялып жүр ма, өзім де бекер өттім-ау деп өз ісіме ыңғайсызданып, ойланып қалдым. Осы кезде қақпа сарт етіп ашылды да, салт атты біреу кіріп келді. Шамалы қараңғы түсіп қалғандықтан бет-бейнесі анық көрінбеді. Жаңа үйретілген асауат екені көрініп тұр. Ауыздығын шайнап, аспанға шапшиды. Үстіндегі жігіт мықты екен, тақымын қысып алып, аттың ауыздығын керіп ұстап алыпты. Асау қанша бұлқынса да былқ етпеді. Осы кезде әкей: «Өй, балалардан ары гүміш, байқасаншы, арғы дарбазадан кіргізбейсің бе? Болат, ей Болат, аш ана қораны», деп айқайлап еді. Бір жігіт жүгіріп келіп, ар жақтағы қораның есігін ашып, салт атты сол жаққа қарай атымен алысып, жотасынан қамшымен осып-осып жіберіп, қораға қарай шауып кетті. Әкем: «Аттың үстіндегі жігітің мықты екен, ұлым ба?» деп еді. Әкей қарқылдап күлді.
Қазір көресің, таныстырамын, асықпа молдаш. Қазір дастархан жайылсын, кешкі астың үстінде отбасымның барлық мүшелерімен таныстырамын. Ұлына қалыңдық жайында сөйлесеміз, дегенде ару қыздың бейнесі көз алдыма келе қалды. Осы кезде әлгі шабандоз да жанымызға келіп, амансыздар ма, қош келіпсіздер, дегенде әкем екеуміздің таңданысымызда шек болмады.